Сәлем достар, Жұлдыз подкастының кезекті эпизодын назарларыңызға ұсынамын. Бұл Түркияда жазылып жатқан осымен екінші эпизод. Өткен жолы мен Түркиядағы алғашқы әсерімді жазып, бірінші эпизодты жүктеген болатынмын. Енді бүгін келесі эпизодты да осы Сакария қаласынан жазу бұйырып отыр, бірақ та бүгін менде арнайы қонақ бар. Алдымен қонақты таныстырмас бұрын сіздер өткен эпизодтарды тыңдап, лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде арнаға жазылып қойыңыздар. Ал біз болсақ подкастымызды бастаймыз. Сонымен қатар біздің подкастты барлық подкаст платформаларынан тыңдай аласыздар. Біздің бүгінгі қонағымыз Түркия мемлекетінің Сакария қаласында орналасқан Сакария университетінің 3-ші курс студенті Нұрдәулет Бейбітов. Нұрдәулет, қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалайсыз? Шүкір, жақсымыз, өздеріңіз? Жақсы, сізбен танысқаныма қуаныштымын. Аминаға сәлем, рахмет көп таныстырған. Алдымен мен негізінде біздің әңгімемізді 3 топқа бөліп келдім. Негізі ең бірінші оқу білім, осы Түркиядағы, одан кейін студенттік өмір жайлы, және үшіншісі бұл Түркияда оқуды жоспарлап жүрген жандарға арналған лайфхактар, кеңестер, топ 3, топ 5 қате дегендерге тоқталып өтсек. Онда соңына дейін құрметті тыңдармандар тыңдаңыздар, өйткені подкастты аяғына дейін тыңдап, біздің тақырып туралы, осы подкаст туралы өзінің ойын әдемі қылып пікірге жазған тыңдарманымызға Нұрдәулет Сакариядан сыйлық беріп жібереді, мен сіздерге әкелемін. Оны 28 желтоқсанға дейін жазсаңыздар болады. Одан кейін Нұрдәулеттің өзі пікірдің арасынан көріп, таңдап, өзі бір тыңдарманымызға жолдап жібереді. Нұрдәулет, осы шетелде оқуға не түрткі болды? Қалай келдіңіз? Ең алдымен осы подкастқа шақырғаныңызға рахмет. Өте қуаныштымын, танысқаныма өте қуаныштымын. Ал шетелде Түркияда оқуға не себеп дегенде, мен ең бастысы мектеп оқып жүрген кезде үйдегілер Қытай ауыздасын деген оқуда. Шамамен 2015-14 жылдардың шамасында ол кезде үйдегілер Қытай ауыздасын жасап жүрген. Біріншіге барғанбыз провинциясына. Сол жақты көріп қайтқаннан кейін ойым өзгерді. Жоқ, Қытайда оқымаймын дедім, өйткені бір экология, одан кейін тамақ талғамдары. Бірақ ұнаған нәрсесі технология өте дамыған сол кездерде. Телефондарды құрастыру замешательствосымен деген сияқты ол 10 жыл бұрын сол кездерде басталған болатын оларда. Қытайға барып келдім. Мектеп 9 класс бітіргеннен кейін Астанаға оқуға түстім 2016 жылы. Колледжде ВТИ болды, вычислительная техника программа обеспечения. Сол жаққа оқуға түскеннен кейін Чехия мен Польшаның елдерін қарап өттім. Өйткені көпшілік қазақтар сол кездерде осы екі елге оқуға түсіп жатқан. Қызылордаға танысым болатын, дос болады. 2018 жылы сол мектепті аяқтады. Құрдастарымыз Польшаға оқуға түсті. Оқуға түскеннен ол жайлы тоже Польшаның оқу қалай екенін, жалпы шетелде оқыған қандай айырмашылықтар бар екенін, ерекшеліктер бар екенін сұрап жатқаннан кейін ең соңында Түркияға нүктесін қойдым и зерттедім Қытайдың, Польшаның, Чехияның и Түркияның 4 елдің экономикасын, курс валюттарын, курс өсіп жатыр ма, түсіп жатыр ма деп. Өйткені Қытайға барған кезде ол кезде бір юань 75 теңгенің шамасында болатын, қазір одан көптеу. Польшаның қарадым, ол да өсіп жатты, Түркияға түсіп жатты керісінше. 2016 шамасында, 2015 шамасында 120 теңгеге шейін көтеріліп, 70-тен 60-ға шейін түсіп жатты. Мен мынандай сынып болды. Ертең баратын болсам, теңге, Каспий голд, доллар арқылы барам. Сол кезде лира алатын болса, менің өмір сүрмейді, маған жеген болды. Өйткені маған уже бүкіл нәрсе арзандайды. Одан кейін тіліне қарадым. Жарайды, бардым, оқуды бұйырса оқимын, тілді үйренемін, қандай потенциалдар болады. Мысалы, сол ел маған не бере алады. Польшаға барсам, польша тілін білемін. Бірақ обратно Қазақстанға қайтқаннан кейін оны қолданамын. Оны қолдану өте аз шамасында. Ал Түркияның уже түріктермен түрік бауырластарының соңғы серіктестіктер көп болғаннан кейін ертең бір сауда-саттықта болсын, басқа Қазақстаннан келген кезде құрылыс компанияларда болсын, ең азында түріктермен танысып сөйлесетіндер болып, алдағы өзіме болмады дегенде бір күнделікті қолданам деген ой болды. Ең азында. Одан кейін блогы бар елдердің капитализация. Олар қазір 11-ші орында тұр, қателеспесем. Соған өте мән бергеннен кейін Түркия елін таңдауға септігін тигізді.
білуімше сіздің қазір оқып жатқан мамандығыңыз ол қаржы ғой. Иә. ВТБ-дан қаржыға қалай келдіңіз? Былай болды негізінде. колледжді таңдау мамандығым былай екі мамандықтар болды. Біреу программист, біреу финансист. Өзім оқыған финанс академия болды. Қарадым бүйтіп, финансистті пока қызығушылық болмады ол кездерде. Ол кездерде программист қызығушылық болды. Дәл сондай ғылыммен бітіргеннен ең болмағанда бұл сала бойынша жұмыс істемесем өмірімде қолдануға мүмкіндік еді. Өйткені қазір әрбір технология шығады. Телефон, ноутбук, басқа деген сияқты. Солаймен түскем. Қызығушылық болған кезде бітірдім, бірақ мамандықтар таңдаған кезде көп ойландым. Қайсысын таңдайын деп. Международные отношения қазақтардың көбісі таңдағысы келетіні. Одан кейін осы управление деген сияқты. Бірақ оны бітіргеннен ертең бір пайда бола ма деген сұрақ болды да. Өйткені адам басқару жағынан тәжірибе ретінде үйреніп алса да болады көпшілігі. Ал финансовый грамотность екінің біріне жоқ нәрсе. Сол үшін қаржыға түсейін, қаржы сауаттылығымды арттырайын, көтерейін. Ертең осы елдердің жалпы финанс структура системасы қайда жұмыс істейді, сол жайлы зерттеуге қызығушылық болғаннан кейін сол қызығушылықпен оқуға түстім. Енді оқу қалай болып жатыр? Қиын ба дейін десем, ол өте абсурд сұрақ болды, бірақ қай жағынан қиын? Мысалы, тілі жағынан қиын ба жоқ әлде оқу бағдарламасы? Мынандай айырмашылық бар, мысалы Қазақстан постсоветский пространствомен, мысалы СНГ елдерімен Еуропаның елдерінде оқу графигі былай. Мысалы Қазақстанда университеттерде оқитын құрдастарым, таныстарым бір күнде 4 пәннен 5 пәннен оқиды. Бұл жақта керісінше, бірақ бір күнде. Азаннан кешке шейін оқитын болса, Қазақстанда, Түркияда бұл орташа есеппен бір пәнге 3 сағат береді. Мысалы түскі 1-де басталады дейік сабақ. Барғаннан кейін ұстазымыз келіп, түркшеде ходжа деп айтады. Ходжа келеді де өзінің тақырыбын түсіндіреді. Ол тақырыпты 2 сағаттың ішінде, 1 сағаттың ішінде бітіре алады. Бітіргеннен кейін сұрақтарын қояды, студенттерін біледі, қандай сұрақтар сол тақырып бойынша деп. Сұрақтар жоқ болатын болса, ертелетіп 2 сағаттың ішінде бітіреді да, бұл қайта береді. Бұл жақта график жағынан студенттерге бостандық берілген былайша. Ал білім деңгейі жағынан бұл жақта күрделі. Қай жағынан бірінші тіл айырмашылығы бар. Өйткені әр саланың өзінің тіл диалектері болады, сөздер болады. Және де саланы ең алдымен тілдік курста оқып жүрген кезде барып факультеттерге қандай мамандықта оқып өткенін, қандай пәндер болады екен деген дұрыс. Мысалы, мен қаржы оқығаннан кейін менен тең жартысы құқық пәндері, право. Өйткені мысалы басқа салалар болады. Ол жақта да праводан біреу, екеу, үшеу, максимум осындай пән болса, бізде уже 10-ға шейін барады. Мен қазір юристте оқып жатқан сияқтымын бір жағынан. Қаржы жүрген жер құқық әділетін болады, сол үшін пәндік жағынан қиындау болуы мүмкін. Сонда мен түсінгенім бойынша, мысалы, бір пәнге 3 сағат беріледі дейміз ғой. Мысалы, біреуі лекция, екеуі практикалық сабақ па, или қалай болады? Бірінші мамандыққа байланысты бөлімге. Мысалы, Сакрам университетінде сауық көмесі гуманитарный факультеттер. Ол жақтан политология солар кіреді. Ал судьдікі технический мамандық. Сауда болса 70% теория, 30% практика болады болса, суда 70% практика, 30% теория. Сол сияқты, егер инженерге түсетін адамдар болса, оларда көбінесе практика. Мысалы, дос балам иншаат мүhendisliгі, ол инженері, ол сабақтарына барған кезде бастапқы теоретически өтеді да, одан кейін барып практика жүзінде өтеді. Өзінің лабораторияда бетон қалай жасау керек деген сияқты құрылыс саласында істеген кезде жер сілкіністерден қалай болады деп кішкентай бір макеттармен, солармен, урналармен тексеріп өткізеді. Ал менің саламда көбінесе теория 70%. Ал бұл жақта лаборатория деп қалдыңыз ғой, нелер оқу базалары вообще жаңа ма? Мысалы, бізде Қазақстанда кей университеттерде бәрі ескірген ғой. Мысалы, химиктер, биологтар жаңағы препараттар жасай алмайды, бәрі ескі санақ. Ал бұл жақта лабораторияның өзінің көп жеріне барып көрген жоқпын. Бірақ осы стажға, диссертацияға келген бар, сол кезде лабораторияда жұмыс істеген кезде айтқан. Қазақстанмен айырмашылық лабораторияда құралдарды саналы көп деді. Мысалы, жұмыс істеуге ыңғайлы деп айтты. Ал білім деңгейі жағынан біздікімен бірдей болады. Инстаграм парақшаңызды қарап шыққан кезде қазақ студенттерінің өте жақсы оқумен қатар жақсы демалатындары көп. Анталия, Бурса, Измир қатты қызығып кеттім. Қалай өтеді студенттік өмір? Ең бастапқыда Түркияға келген кезде түркше тілді оқисыздар. Түмердің кезінде как раз қыдыратын демалатын уақыт. Түркше тілді оқисыздар. Және суббота, воскресенье там демалыс күндері болатын кезде, демалыс апталары болатын кезде
көбісі қыдырады. Қыдырған себебі өйткені бұл жақта қыдыру арзанырақ және қолайлы. Мысалы бір жерден екінші жерге бару Түркияда біздің Қазақстанмен салыстырғанда жер ауқымы кішкентай. бір қаладан екінші қалаға баруды қысқа уақыт. Мысалы бізде орташа 5 сағат дейтін болсақ, немесе бір басқа қалада 10 сағатта баратын болса, бір жақта 2 сағат. Ал 3 сағаттық, 4 сағаттық жол бұларға уже ұзақ. Түріктерге сол үшін автобусқа отырады. Автобуста европейский стандарт бойынша отыратын орындығы да бәрі жақсы, таза, және де сервистар болады. Су беріледі, печеньесі беріледі, чай беріледі деген сияқты өзінің таңдауы бойынша сол жаққа отырамыз да басқа қалаға барамыз. Мысалы Ескішехир қаласы Түркия бойыншадағы студенттік номер 1 қала болып соны айта аламын. Ол жақта 1 миллион 200 мыңнан астам студенттер оқиды. Бұл офлайн түрде және де онлайн түрде оқитын студенттер саны өскен кезде. Мысалы сол жаққа бардық өз балаларымызбен бірге. Барғаннан кейін 2 күн сол жақта болды. Өте қызықты қала болды. Жалпы Түркияда қыдыру арзан болған кезде адам қыдырғысы келеді, бензинді көріп, жаңа жерлерді көріп, достопримечательностьті көріп, өзінің көкжиегін ашады. Солайдан мысалы ең басты өмірдің кезінде Ескішехирге бардық қой. Барғаннан кейін обратно Сакарияға қайттық. Сакарияға балалармен тұрдық, ішіміз кетті да. Кеттік Бурсаға барайық деп, келесі сразу Бурсаға кетіп қалдық. Осындай азық. 2020 кезінде бізде онлайн болатын оқу. Ол кезде пандемияға байланысты. И сол себепті бізде бос уақыт көп болғандықтан, яғни сабақты біз Қазақстанда болсын, Түркияда болсын, жерге байланысты оқи береміз. Сол үшін онлайн сабақты оқығанымыз сразу жолға шығып кетеміз бірден балалармен. Осындай қызықты ситуациялар өте көп болған. Сол себепті Түркияға түскісі келген студенттер болатын болса, ең алдымен осы төменгі кездерде көп қыдыру демек басқа қалаларға барып, өзінің көкжиектерін ашуды ұсынамын, кеңес беремін. Иә, бізде жақында Стамбулға барып келдік қой, 2 сағаттық жер, сол үшін автобустары мені кәдімгідей шок қылды, қандай күшті. Шынымен де ақшасы менен көрсететін қызмет сапасы өте күшті екен. И одан кейін ішкі рейстер, яғни ұшақтардың бағасы да арзан. Мен мысалы Анталияны қарап жатырмын, 10 мың теңге деп. Сөйтіп өте күшті шынымен де. Осылай Түркияға келген адамдарға ұзақ уақытқа келсе, шынымен де екінші қаланы көрген өте көп екен. Одан кейін Нұрдәулет, сіз жақында ғана бір студенттік ұйымның басшылығын тамамдап болдыңыз, 3 жылдай. Жалпы сол студенттік ұйымның негізгі қызметі қандай? Бұл жерде қандай студенттік ұйымдар бар? Сакарияда Қазақстан студенттер қауымдастығының ең басты мақсаты бұл Қазақстан елінің культурасын, мәдениетін көрсету, таныту. Жалпы негізінде университетте бұл ұйым тіркелген кезде де мақсатында осы сөздер жазылған. Өз еліміздің мәдениетін көрсету, таныстыру. Осы жергілікті халықтарға, түріктерге, басқа да шетелдік студенттерге. Қазақ деген жалпы шетелде кім, қандай ел, Қазақстан қай жылы өзінің тәуелсіздігін алды, қанша адамдар тұрып жатыр, және де жалпы табиғаты қандай, мәдениеті қандай, тұрмыс тіршілігі қандай деген сияқты сұрақтарды жауабын осы ұйым көрсетіп беретін болады. Одан кейін жақсы жері, мысалы Қазақстан студент шетелге түскен кезде, ол жақта Қазақстан ұйым болатын болса, бұл бір нетворкинг алаң десек болады. Мысалы Сакария таңдамастан бұрын негізінен Түркияның ішінде жаңа екінші этап қаланы таңдау болды. Стамбул, сол жақта Бурса деген сияқты қалаларды көріп келген оқуға түскенде Сакарияны кеңес ретінде алып айтты. Сакария кеңес ретінде айтқаннан кейін таныстарға шықтым, сұрастырдым. Не жалпы қандай алатын ол жақта оқатын студенттерден және мен бергенім ұйым болды. Компаниямен оқуға түскенде егер қандай да оқу болатын болса, ең болмағанда ұйым бар дедім. Және ұйым болып, ең Түркияда алғашқы құрылтай осы Сакария қаласында түскен болатын. Қандай түсінік болды? Бұл жақтың қазақтар ұйымшыл, ауызбіршілігі бар. Және де неге ең алғашқы құрылтай басқа ірі қалаларда емес, неге Сакарияда болды? Сакарияда болатын болса, себебі бұл жердің қазақтары бір-біріне бауырмашыл болды, және де осындай активистік өмірге атсалысып тұратын. Ертең болмаған жағдайда осы қазақтардың танысып, әйтеуір бір болмаса да ақыл кеңесін айта алу деген сияқты Сакарияға дейтін болдым. Иә, шынымен де бұл ұйым жалпы Сакария қазақтары маған да өте қатты көмектесті. И Қазақстанда жүрген кезде ол жақта бәрі қазақтар ғой енді.
иә ана жақта әр қазақ менің жалғызым прям қазақ көрсе қуанып ең алғаш осы жақтарға келген кезде амина мен неге бардық бір жерге тамақ ішуге ма сөйтсек ол жерде бір қазақ жұмыс істейді екен да сосын кейін айтады ғой о біздің жігіттер ғой мына жерде қазір олар бізге приз алып береді тегін бізге соғысты көп қылып құйып береді дейді ғой и мен ана жерде қандай күшті бір әр адам сол жерде сен біреу бауырың сияқты біреуің әпкең сияқты қатты сондай жылы қабылдадым қандай күшті ұйымшылдықтар қандай жақсы деп ал енді андай бір нелер бола ма мысалға осы ұйым арасында қандай да бір қиындықтар ол қалай шешіледі жалпы ұйым негізі өзін үш этапқа бөлінеді біріншісі этап ұйымның құрылған кезі және 200 қазаққа дейін болған уақыты 200 қазаққа шейін болған кезде мысалы бір қалада максимум 200 қазақ ұйым бар бұл санаттағы қазақтар бірін ұйымшылдық алып шыққан 200 бен 500 арасында осы 500-ге тақалған кезде аз маз қиыншылықтар шығады ол көбінесе мәдени тұрғысынан мысалы салт дәстүрдің айырмашылығы жағынан өйткені қазақи түсінік болады өзінің түсінігі болады деген сияқты бір сатыда сол түсініспеушіліктер осы негізі шыға бастайды осы кезде қазақ бауырларымыздың сол кезде барып проблема шыққан кезде барып көмектесесің төбелес деген сияқты енді болады ол тек қана түркияда емес басқа еуропа елдерінде корея америка деген сияқты бірақ ол жалпы тек бізде ғана болатын нәрсе емес басқа елдерде сондай болады жаңа бір елге келген кезде ол жақта адаптация уақыт өту керек бір жыл бұл бірінші алғашқы жыл адаптация уақыт өтетін кезең жалпы басқа елдегі тәртіп қалай екенін олардың өмірдегі көзқарастары өздерінің өмірлік ұстанымдары қандай болады екен соны үйренеді бірінші жыл өткеннен кейін барып көбісі басылады көбінесе сүйген болса бакалавриатқа түседі кеше ғана мектеп бітірген оқушыны үйден ең алғашқы шығады және де шетелге ең алғашқы шығады жасы 18-дің төңірегінде 16-18 ол қарны қызықтыратын кезеңі қырғысы келеді сол кезде қарны қызықтырған кезінде оқыс оқиғалар болады сол кезде көбінесе шешу керек болады үшінші этап мың қазақтың жоғары болған кезде мың қазақтың жоғары болған кезде ол кезде қазақтар бір уже танымайды өйткені бұл санат элементтен шықты десе болады жігіттен мың қазақ болды ма көшеде қазақты көріп бұл қалыпты жағдай болды қазір мысалы сакарияда қазақты көріп қалыпты жағдай болды ешкім танымайды әркім өзінің жұмыстарымен өзінің сабақтарымен сонымен жүреді осындай айырмашылық болады екінші жағынан мысалы бір программа ұйымдастыратын кезде сол жерде спонсор жағынан мысалы дейік осы тәуелсіздіктің алдағы уақытта ұйымдастырайын деп жатыр одан көрініске әншілерге бишілерге спонсор керек болады киім жағынан реквизиттер жағынан автомобиль жағынан сол кезде спонсор іздейміз жергілікті әкімдіктерге барамыз мындай осындай не қазақстаннан оркестр келетін еді соған автобус бере аласыздар ма деген сияқты ұйымнан хаттама жазамыз олар келісіп мысалы туған жер бері қарай әкеле алады бұрында осындай болған кейбір мысалы елшіліктер деген сияқты олар мынау елдерді қамтамасыз етіп береді оркестрге сол құрылтайдың кезеңінде дәл сол әр ресми министерство тұрғыларды соларға барып осы спонсор көмегіңіз керек деген кезде жарайды деп өздерінің көмектесіп отырады осы жағдаймен болды көбінесе ал басқа бір ауқымды проблема болады деген ойлаймын негізінде бұл қалыпты нәрсе ал бірақ елшілікпен өте тығыз байланыстысыздар консул стамбулда бұл түркияда мысалы қалалар бойынша бөлістаған анкарада анталия мен стамбулда консулдықтар бар бөлге бойынша мысалы стамбул қателеспесем 10 шақты қаладай қарайды осы мәрмәр бөлгесі бойынша өзінің жақын қалалары алдыңғы жыл сол консулдықтармен тығыз қарым-қатынасып жақын мысалы футбол жарысы ұйымдастырылды 5 қала қатысты сакария ауысқанда бурса баратын ялова көкжайды сол жақтан қонақ командамыз келіп жарысып сторлар өтті осындай іс-шараларымызды ұйымдастыруға консулдықтар елшіліктер өздерінің қолдарын көрсетіп отыр ал енді осы студенттік ұйымды басқарып және оқып соның барлығын бірге алып жүру қаншалықты қиын қандай кеңес бересіз мүмкін осыны тыңдап отырған тыңдармандар ертең айтады же башкам боламын деп қандай қабілет керек бірінші кезекте басшылық қасиет ең бірінші ол басшылық қасиет күйеуінің туғаннан бастап болады күйеуінде тәжірибе арқылы жинақтайды мен өз басым тәжірибе арқылы жинақтадым қаратүрске способность керек қаратүрске способность сондай болмаса қалу мүмкін дейді осы нәрсе бастапқы кезектерде керек осы өйткені бас жағын көбінесе эмоцияға емес логистика тұрғыда ойланған дұрыс минустар қандай десек сабақ пен ұйымды алып жүру қиындау
және де ол студенттер санына байланысты. Мысалы 100 адамдық ұйыммен 1000 адамдық ұйымның екі түрлі нәрсе болды. Түркияда жалпы активист болсаң, сен бағаңды көтермейді, сабақтан ешкім ұзатпайды. Қазақстанның сондай жеңілдіктер бар ғой. Мектепте колледжде оқып сол сабақтан босатып, жарыстарға барады, әйтеуір мектепте колледжде жақсы жағын көрсетіп жүр ғой деп әйтеуір өзінің көмектерін беретін. Дұрыс түсінікпен қарап, бірақ бұл жақта активный өмір бөлек. Мен ол өзім үшін емес, сабақ өзім үшін. Сабаққа келдім ба, оқып, өзім біліміне сай бағында қалсын. Сол сияқты ол активный обществоға қатысқысы келетіндер, ерікті болғысы келетін адамдар болса, айтарым, бұл жақта активный өмір бөлек, сабақтық бөлек, көбінесе сабаққа мән беріңіздер, бірінші кезекте болсын. Ең алғашқы мақсатымыз сабақ оқып, диплом алып, ол жақтағы шетелдегі жалпы бізге пайдалы болатын нәрсені өзімізге сіңіріп, пайдасыз нәрсені қойып, өшіріп қалдырып, Қазақстанға оралып, Қазақстанды дамыту. Күшті. Ал енді үшінші бөлімге қарай көшетін болсақ, көбісі жаңағы компания арқылы келді, мені компания арқылы қиын, жаман деп айтып жатады. Соған тоқталып түсіндіріп кетсеңіз, ол не, және компания менен оқуға түсу, оқуға тапсырудың қандай көлеңкелі тұстары бар? Мысалы, мен түсетін кезде Инстаграмның, ютубтағы әлеуметтік платформалар бар, сол жақта істегенмін. Сол кезде компаниядан шықты. Учеба в Турции, а можно поступить за границу деген сияқты. Сол жақты қарап, мысалы сөйлесе бастадым. 7-8 компаниямен сөйлестім. 7-8 компаниямен сөйлескен кезде сол кезде әр компания өзінің деңгейін түсінді. Мысалы, долго жібереді, немесе айлық шығынға жетеді деген кезде, бүкіл просто доллармен жасап, пример ретінде қылып, мысалы 30 компания кетсақ, 30 компания сатып, ана басқа компанияны салыстырған кезде деңгейлерін көріп отырамын. Өзім екі компанияның сұрыптадым, ол жақта өздері оқыған, өздері тұратын, түркше білетін соларға арқылы түстім. Және ол жағын өткен өздерінің жұмыстарын атқарып берді. Жұмыс процесі қалай өтіп көрсін. Консорциум болып бастады, Қазақстанда болған кезде. Доғыр составить. Ол доғыр составить еткен кезде көпшілік студенттерге ата-анасын айтатын доғырды оқыңыздар. Доғырда не жазылған, қандай пункттер бар. Өйткені ертең оқуға түсетін компания алдап беретін болса, сол доғырды өздеріне әйтеуір қорғап шығатын үстіне пункттер болады, шағымданған кезде, полицейская барған кезде, сіздер доғырды уже ат жөніңіз тұрғаннан кейін, қолдарыңыз тұрғаннан кейін, доғыр бойынша сіздер уже қарсы шыға алмайсыздар. Кейбір доғырлар бар. Сол үшін доғыр мән беріңіздер, оқыңыздар. Өз басым доғырды оқыған кезде юристке жібердік, қарап оқып берді. Доғыр жақсы деді, бірақ осының пункттерге мән берген дұрыс деді. Мысалы 7-8 пункт көрсетті. И сол кезде түсіндім, 7-8 пунктты оқыған кезде өздеріне ыңғайлы пункттарға компанияға біле тұра басқа таныстар арқылы сұрастырғаннан кейін сенімді солайын түскен. Доғыр составить етіңіздер, Түркияға келдіңіздер, аэропорттан сөйлестіңіздер, одан кейін өздеріңіз қалаңызға қарай барасыздар. Қалаға барған кезде ең қиын этабының бірі бұл үй. Үй жатақхана. Бұл жақта халық саны көп, 85 миллион халық, және де түріктердің студенттерінің саны көп болғанымен, мысалы біздің Сакарада өзіне 80 мыңнан астам студент, 50 мың студент мысалда, ол жұмысы суда. Сол үшін түріктер алдын ала жатақхана болады, оларды резервке броньлап қояды. Үй болады, осы алдын ала келіп, жаздың кезінде сол кезде броньлап қояды. Сол үшін үй бос болғанмен, уже басқа адамға тиесілі болып тұрады. Сол үшін үй жағынан көп проблема болады. Жатақхана мысалы келген кезде жатақхана видеоларда, фотоларда ұмытады дейтін де ол. Немесе бағасы өзгеріп кетеді дейтін де ол. Өйткені экономика тұрғыда августтың ай бұл үйдің бағасын және басқа бағалардың өзгеретін уақыты. Сол кезде түсініспеушіліктер көп студенттер арасында. Неге біз келген кезде кейін басқа баға еді, қазір басқа баға деген сияқты. Соған мән беріңіздер. Сол үшін келетін болсаңыздар, июльде келіңіздер. Августта келетін болсаңыздар, өздеріңіз продажға бесплатно артық ақша болсын керек болады. Және ақша әкеліңіздер, доллармен әкеліңіздер 80%. Өйткені банкоматтан ақша шешетін кезде лимиттер болады күндік. Ол лимит сіздер бірден толтырып жібересіздер. Доллармен келсеңіздер, сразу лимит көрсетеді, ақшаңызды алмастырып жасап болды. Үйді таптыңыздар, бәрі шешілгеннен кейін 1 жыл доллар отырасыздар көп үйде. 1 айлық, 2 айлық, немесе жаршылық дейтін ондай доллар жоқ. Жаршылықтың өзі қазір сирек. Үйді төлеген кезде мынандай нәрсе бар. Үйдің арендасы
депозиті және комиссионный услуга дейді. Арендасы өзінің бағасы 100 мың теңге. Мысалы, сіздер 300 мың теңге төлейсіздер көбінесе бірге 100 мың теңге аренда, 100 мың теңге депозит. Егер бір үйдің ішінде заттар сынатын болса, ертең үйді тапсыратын кезде бір жылға өткеннен кейін үйіне кез келіп немесе риэлтор тексереді, бәрі жақсы болған болса, сол ақшаңызды қайтарып береді. Ал егер сынған бөлінген бір заттар болса, сол ақшаны минус етеді. Үшіншісі комиссионный услуга, бұл риэлтордың услугасы болды көбінесе, немесе кәсіпкердің услугасы. Кейбірінде бірге үш, кейбірінде сіздердің 2 депозит сұрайды, 3 депозит сұрайды. Сол үшін осы нәрсеге мән беріңіздер. Екінші этап университетке тіркеу. Университетке тіркеу көп компаниялар университетке оқуға түсірді дейді, бірақ тілдік курста оқуға түсіріп жібереді. Мамандықта мысалы студенттерге қаншамасы айтады, біз неге оқуға түстік дейді, бірақ студент білім курсты ғой десең, тілдік курстан келіп тұрады. Төмен университетке ешқандай мамандық түспеген, айтпаған, ана жерде түркше жазып тұрғаннан кейін немесе басқа тілде болғаннан кейін оны аудармаған. Сол үшін мән бермегеннен кейін осындай жағдай көп болады. Жарайды, енді университетке тіркеліп дейік, барлық жақсы. Үшінші этап икамет вид на жительство. Осы нәрсе көп адамның нервісін тудыратын нәрсе болды. Миграциялық службаға барып, құжаттаманы бүкілін толтырып, апарғаннан кейін мына құжатың дұрыс емес, мындай әкелу керексің, қазір заң өзгерді, сосын тағы құжаттарды әкеліп, кері қайтарып жіберетін ситуациялар өте көп. Сакарада қазір негізінен жалпы жақсы, бірақ Стамбулда миграциялық службасы өте қиындау. Әр районның өзінің көшелересі болады, миграциялық службасы. Бұл жақта кейбіреулер құжат толық болса да кері қайтарады. Жоқ, мынандай құжат керек деген сияқты. Өйткені қазіргі Түркиядағы түріктер шетелдік азаматтардан тойды десе болады. Мысалы 2020-ға дейін шетелдіктер көзқарасы басқаша болды, жақсы тұрды. Қазір азымыз түсті. Бірақ қазақтарға деген көзқарасы жақсы. Неге? Өйткені біз бауырлас елміз, ата жұртымыз деп айтады бізді. Осы Арал теңізі, Каспий теңізі сол жақтардан, жалпы Түркістан, Арал теңізі жақтардан көшіп-қонып келгенбіз деп айтады. Сіздер өзінің атауларымыз, түріктерімізді, түрік тілдестерімізді өзін туысқан ретінде ұстанайды. Осы 3 этап бастапқысы үй, университет, икамет, миграционный служба. Оны жасау үшін тәжірибе керек. Көп компаниялар өкінішке орай тәжірибесі өте аз. Неге десеңіздер, компаниялардың көпшілігі менеджер немесе солардың директорлары Түркияда оқымаған, түркше білмейді. Студенттермен бірге өзі ең алғашқы Түркияға келіп тұрады. Кейін басқа, мысалы, басқа университет түстік дейді, бірақ ол басқа университет. Сол үшін студенттерге таңдайтын болсаңыздар, бұл компания болсын, адам болсын, оқуға түсіретін ешқандай айырмашылығы жоқ. Ең басты тексеріңіздер. Мысалы, сол жергілікті қалалардың өздерінің жігіт қыздары болады, местный десе болады. Өзінің жергілікті қаласын жақсы білетін, құжаттама жағын жақсы білетін, сол арқылы сөйлесіп көріңіздер. Өйткені қаншама жыл сайын студенттер алданып қалады компанияға. Осы жақта жігіт қыздар өздері көріңіздер. Әйтеуір қастарымен жүріп, осы жаққа үйренісуге тексеретін болсаңыздар, достықтарын тексеріңіздер. Шынымен де қалай адамдар арқылы сұраңыздар. Егер сенімді адам жақсы дейтін болса, сол өз алдына келе қойыңыздар. Бірақ қазір кейбір компания өздерінде де өтірік болсықтар да көп. Сол үшін осыған да қатты мән беріңіздер. Түсетін кезде тәжірибесі мол, түркше білімі мол, осындай адамдарды таңдағандарыңыз дұрысырақ болады. Түсінікті. Ал жалпы алғашқы уақытта өзіңмен бірге қанша ақша әкелген дұрыс? Мысалы, қазір тек Сакар қаласы бойынша айтайық. Бастапқыда 3 миллион теңге келгенбіз. 2023 жылы. Өйткені Стамбулда баға басқа, Анталияда баға басқа деген сияқты. Және Түркияда андай бір қалыпты баға болады дейтін. Бұл жерде баға тұрақсыз. Сакарға айтатын болсақ, 3 миллион жеткілікті. Бастапқы 1 миллион болса, компания екінші миллионы үйдің ақшасы, оқудың ақшасы кетті дейді. Билеттің ақшасы деген сияқты болып, 3 миллион өзінің там бастапқы өмір сүреді. Бұл орташа есеппен. Осыны доллармен әкелсеңіздер дұрыс па? Және солай, ал басқа қалалар бойынша сол жақта тұрып жатқан адамдарға сұраған дұрыс. Одан кейін бұл жақта негізі оқу ақысы Қазақстаннан әлдеқайда төмен, иә? Мысалы мен ең бастапқы 240 теңге төлейтін болдым жылда. Бір жылға. 2 семестр бір жыл. Қазір 180 теңге. Өткен лира түсті. Лираның көтерілгенмен оған құндылығы түсті да доллармен. Теңгемен сол үшін түсіп жатыр жыл сайын. Бұл баға негізінде Қазақстанмен салыстырғанда өте төмен баға, негізінде өте арзан баға. Тегін десе де болады. Себебі бұл оплата қалай болады? Бірінші семестр бір төлейсіздер, екінші семестр келгенде басталмай тұрып, екінші төлей қойсыздар. Осыны 2 бөлесіздер. Төмен бағада, және бұл төмен баға көбінесе үкіметтердің университеттерінде болады.
ал жеке университеттер болады, частныйлар, оларда баға басқаша. Ол әлдеқайда қымбат. Мысалы $2,000, $5,000, 10-15 деп кете береді. Сол сияқты түсетін болсаңыздар, дәулеттің, үкіметтің университеттерінде соған түскендеріңіз дұрыс. Одан кейін осы Түркияға жаңағы универлерінде тегін оқуға байланысты түрік курстары деген бағдарлама бар. Одан басқа тағы қандай бар? Мен таппадым. Грантпен оқуға түскісі келетіндер тек осы бағдарламада бар. Жалпы Түркия бойынша. Мысалы Қазақстанда оқушы студент Түркияға грантқа оқуға түскісі келеді. Январь-февраль арасында сол кезде бірінші конкурсқа сайтқа подаваться етесіздер. Түркия бұрсының өзінде ресми сайты бар. Сол сайтқа кіресіздер де регистрация жасайсыздар, тіркелесіздер. Өзіңіз жаңағы мәліметтерді толтырасыздар. Бірінші конкурстан олар автоматически өзі компьютер өткізетін болады, систематикадан. Бірінші конкурсқа өтсеңіздер, екінші конкурс болады, екінші этабы интервью. Консулдыққа немесе елшілікке барасыздар, солармен сөйлесіп қойсаңыз, сұрақтарын қояды, сұрақтарға жауап бересіздер. Одан кейін жауабын өткеннен кейін оқып беріп сосын айта алады. Сіздің почтаңызға немесе өзіңіздің жеке кабинетіңізге келеді. Сол арқылы сөйтіп оқуға түсе аласыздар. Грантқа түсіретін тек осы ғана бар, стипендиясымен бірге. Ресми үкіметтің бағдарламасы. Екінші кезекте мысалы жеке университеттер бар. Оларға да грантқа оқуға түсуге болады, белгілі процент бойынша. Мысалы 50% жеңілдікпен, 70% жеңілдікпен, 100% жеңілдікпен деген сияқты. Көбінесе Анталия, Стамбул жақта жеке университеттер көп. Сол жаққа өздеріңіз подаваться еткен кезде кейбір береді, кейбір бермейді деген сияқты. Өзіңіздің қабілетіңізге байланысты. Түсінікті. Енді бұл жақта қазір бакалаврдың бітірген студенттер өте көп, 17-18 жас, 18 дейін толып жатыр. Менде мынандай сұрақ бар да, ертең бұйырса, мысалы сізде өз отбасыңыз болады, балаңыз болады. Сіз 18 жастағы балаңыз шетелге жіберер ме едіңіз? Жоқ, оқуға жібермейтін едім, көруге жіберетін едім. Негізінде Қазақстан негізі былай дұрыс. Мектеп пен бакалавр университеті Қазақстан оқыған дұрыс. Бакалавр особенно Алматыда оқуға кеңес береді. Өйткені студент қалады қазіргі кезде сол. Сол жаққа барып студент көріп, одан кейін магистратура болған кезде, докторантура болған кезде сол шетелге шыққан дұрыс. Неге? Өйткені бакалаврдың кезеңі бұл есейген кезең. Көп адам өмірінде. Жаңа ортамен танысады, жаңа қаламен танысады, жаңа тәртіппен танысады. Бакалавриатқа түсетін студенттеріміз көбінесе осындай проблема болып отыр. Мысалы, бауырларымыз, інілеріміз төбелесіп кетеді деген сияқты ғой. Осындай ситуациялар ол жақ Қазақстанның жаман жағын таныстырады негізінде. Сол үшін мынауыздан көрермендер болатын болса, бакалавриатты Алматыда оқып, одан кейін магистратура шетелде оқып. Қазір бағдарлама өте көп. Мысалы, болашақпен Америкаға түсіватқандар өте көп магистратураға, Европаға түсіватқандар өте көп. Сол сияқты Южный Азияда, Сингапур елдерінде сияқты сол жақтарды көрсетеді. 15-17 жастағы Нұрдәулетке қандай кеңес айтады? Сіз нешедесіз қазір? Мен 22-деміз. 5 жыл бұрын. 5 жыл бұрын. Білімді болсын. Ең бірінші кезекте. Өйткені мынандай сөз бар, мен кедей теңестіретін білімді. Сол сияқты көп ортада адам білімді болатын болса, өзін жақсы жағын көрсете алады. Одан қабілеттілік. Не нәрсені жалғастыра бер деп айтардыңыз? Ізденуді. Өзін дамытуға ізденуді осы. Бұйырса енді бір аптадан кейін осы аптаның соңында еліміздің тәуелсіздігіне 32 жыл толады. Бұйырса бұл подкаст енді келесі аптада тәуелсіздік күнінен кейін жарияланады. Бұйырса сіздің айтар тілегіңіз? Ең алдымен осы Қазақстанның қазақ жалпы ұлтына деген өзінің септігін тигізген, тәуелсіздігіміз алуға септігін тигізген өздеріміз ата-бабаларымыз, біздің алдымыздағы қазақ жанашырларына алғысын айтқым келеді. Өйткені тәуелсіздікті алу ешқандай оңай болмаған. Тәуелсіздік бұл егемендік ең бірінші кезекте болатын елдің тізбегі десе болады. Алашорда, Қасым хандығы тәуелсіздік ең алғашқы алған кезектегі адамдардың осыған алғысын айтқым келеді. Өйткені жанмен қан тер тапсырған уақыт. Одан кейін қазір жастарымыз тәуелсіздікті осы алудың маңыздылығын көп байқаса, көп мән берсе екен дейді. Тәуелсіздік шынымен бейбіт елде өмір сүріп жатқан өзі бұл бір жетістік. Қазір осындай басқа елдердегі жағдай қарап отырсақ, өзінің Қазақстанда туған өте шүкір етіп, бейбіт елде басқа да ұлттармен бірге жақсы қарым-қатынаста. Сол үшін тәуелсіздігіміз құтты болсын, тәуелсіздігіміз арта берсін.
қазір 32-ші жыл болса, 100 жыл, 200 жыл, 1000 жыл деп тәуелсіздігіміз, Қазақстан еліміз дамып жалғаса берсін. Біздер сияқты жастар болып мысалы елімізді бірге көркейтейік. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, алаш арыстары деп көшбасшысы Әлихан Бөкейхан тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын деген екен. Ендеше мінекей тәуелсіздік ұрпақтары, біз де біздің замандастарымыз бәріміз бірігіп еліміздің тасын өрге домалатып, ел игілігі үшін, алты алаштың игілігі үшін қызмет етеміз деген үміттемін. Құрметті қазақстандықтар, мереке құтты болсын, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Осымен біздің бүгінгі эпизод тәмам. Нұрдәулет, уақыт бөліп келгеніңізге өте көп рахмет. Бұлбұлға көп рахмет. Бізді түсіріп, осындай локация дайындап берген үшін. Және енді бізді тыңдамаса да Люксон түркиялық қонақ үйдің ұжымына алғыс білдіреміз локация үшін. Келесі эпизодта аман есен тілдескенше Жұлдыз подкасты тыңдай жүріңіздер. Сау болыңыздар. Қош болыңыздар.